Әйелім Дубайға жұмысқа кетіп, 3 айдан кейін маған бір ғана хабарлама жіберді. Мен іздеме. Содан кейін ол мүлде жоғалып кетті. 2 жылдан кейін қолыма түскен бір видео менің бүкіл өмірімді өзгертті. Арнада тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал пікірге тайқаладан сағат нешеде қарап отырғандарыңызды жаза кетіңіздер. Ендеше әңгімені бастайық. Менің атым Нұрдәулет. Жасым 41-де. Осы оқиғаны ешкімнің басына бермесін деп тілеймін. Бір кездері мен өзімді ең бақытты адаммын деп ойлайтынмын. Әйелім Айсұлу екеуміз 13 жыл бірге тұрдық. 2 баламыз бар. Үлкен қызымыз 9 жаста, ұлымыз 6 жаста болатын. Бай болмасақ та, бір-бірімізді сүйіп, тату өмір сүрдік. Бірақ соңғы жылдары қарыз көбейіп кетті. Үйдің несиесі, балалардың шығыны, күнделікті тіршілік. Айдан айға әрең жететін болдық. Бір кеште Айсұлу маған: «Нұрдәулет, Дубайда қонақ үйге жұмысқа адам алып жатыр екен. Жалақысы біз мұнда 1 жылда табатын ақшадан да көп. 2 жыл жұмыс істеп келсем, барлық қарызымызды жабамыз» деді. Мен бірден қарсы шықтым. «Жоқ, сені жалғыз өзіңді бөтен елге жібермеймін» дедім. Бірақ ол бірнеше күн бойы мені көндіруге тырысты. «Мен мұны өзім үшін емес, балалар үшін істеп жатырмын, болашағымыз үшін» деді. Ақыры амалсыз келістім. Ішімде бір жаман сезім болды, бірақ оны әйеліме айтпадым. Әуежайға дейін өзім апарып салдым. Балаларды кезек-кезек құшақтап, көз жасын тыя алмады. Маған қарап: «Күте тұр». 2 жыл көзді ашып жұмғанша өтеді деп күлімсіреді. Сол күлкіні соңғы рет көріп тұрғанымды қайдан білейін. Алғашқы апталарда бәрі жақсы еді. Күн сайын хабарласатынбыз, балалармен видео арқылы сөйлесетін. Жұмысының ауыр екенін айтатын, бірақ үнемі: «Уайымдамаңдар, бәрі жақсы болады» дейтін. Бірнеше ай өткен соң бәрі өзгере бастады. Хабарлары сиреді. Дауысы мұңайып кетті. Кейде тіпті телефонды көтермейтін болды. Жұмыс көп деген қысқа ғана хабарламамен шектелетін. Бір күні түн ортасында телефоныма хабарлама келді. Экранда әйелімнің аты тұр. Жүрегім дүрсілдеп бірден аштым. Бірақ сөйлем жазылыпты: «Мені іздеме». Содан кейін оның телефоны мәңгілікке өшіп қалды. Сол түні көзіле алмадым. Қайта-қайта телефон соқтым. Бірақ әр жолы бір ғана жауап естілді: «Бұл нөмір уақытша қолжетімсіз». Таң ата салысымен Айсұлудың бірге жұмыс істейтін қыздарының нөмірін іздей бастадым. Біреуі ғана жауап берді. Айсұлуды соңғы рет 3 күн бұрын көрдім. Кейін жұмыстан кетіп қалды деді. Қайда кеткенін ешкім білмейді деді. Жүрегім зу ете қалды. Мен бірден сол компанияға хабарластым. Олар: «Айсұлу өз еркімен жұмыстан шықты. Бізде басқа ақпарат жоқ» деп қысқа қайырды. Бірақ олардың дауысынан бірдеңені жасырып тұрғанын сездім. Сол күні полицияға арыз жаздым. Кейін Қазақстандағы сыртқы істер органдарына хабарластым. Бірнеше апта өтті. Ешқандай нәтиже болмады. Балалар күнде бір сұрақ қоятын: «Әке, анам қашан келеді?» Мен әр жолы: «Жақында келеді құлыным» деп жұбататынмын. Бірақ өзінде сол сөзге сенбей қалдым. 1 ай өтті, 2 ай өтті, 6 ай өтті. Ешқандай хабар жоқ. Кейбір адамдар: «Мүмкін басқа біреумен кетіп қалған шығар, әдейі байланысын үзген шығар» деп те айтты. Бірақ мен Айсұлуды жақсы танитынмын. Ол балаларын ешқашан тастап кетпейтін. Ешқашан. 2 жыл өтті. Үйдегі өмір мүлде өзгерді. Қызым анасының суретін құшақтап ұйықтайтын болды. Ұлым болса, анасы туралы ештеңе сұрамайтын. Бірақ кейде терезеге ұзақ қарап отырып: «Әке, анам бізді ұмытып кеткен жоқ па?» деп сыбырлайтын. Сол сөз жүрегімді күнде жаралайтын. Бір күні кешке жұмыстан үйге қайтып келе жатқанда, телефоныма белгісіз нөмірден хабарлама келді. Ішінде ешқандай мәтін жоқ, тек бір ғана видео. Дірілдеген қолыммен аштым. Видеода адамдар көп жүретін бір көше көрінді. Камера алыстан түсірілген сияқты. Бірнеше секундтан кейін көзіме таныс әйел түсті. Бұл Айсұлу еді. Бірақ ол жалғыз емес болатын. Бір сәтке демім тоқтап қалғандай болды. Телефонды қолымнан түсіріп ала жаздадым. Видеоны қайта-қайта қостым. Иә, бұл шынымен Айсұлу еді. Шашын қысқартыпты, боянып алған. Бірақ оның жүзі мен жүрісі өзгермеген. Оны 1000 адамның ішінен де танитын едім. Бірақ мені есеңгіреткен басқа нәрсе болды. Айсұлудың қасында 40-тар шамасындағы бейтаныс ер адам жүрді. Екеуі бір жаққа асықпай келе жатты. Сыртынан қараған адамға ерлі зайыпты сияқты көрінетін. Жүрегім шым ете қалды. Расымен мені тастап кеткені ме? Бірақ видеоны тағы бір рет мұқият қарадым. Сол кезде бір нәрсені байқадым. Айсұлу жан жағына қайта-қайта жалдақтай береді.
күліп тұрғандай көрінгенімен көзінен қорқыныш байқалатын. Әлгі ер адам оның қолынан жібермей ұстап алған. Бір сәтте Айсұлу артына бұрылып қарады. Сол мезетте ол камераны байқап қалғандай болды. Көзі үлкейіп кетті. Ерні әрең қимылдады. Мен видеоны тоқтатып, экранда үлкейтіп қарадым. Ол анық бір ғана сөзді айтып тұр екен. Құтқар. Денем тітіркеніп кетті. Бұл видео кездейсоқ түсірілмеген. Біреу оны әдейі маған жіберген. Бірген блоксіз нөмірге хабарластым. Бірақ нөмір өшірулі. Хабарлама жаздым. Оқымады. Таң атқанша көз ілмедім. Ертеңіне барлық жинақ ақшамды алып, билет іздей бастадым. Не болса да Дубайға өзім баруға бел будым. Ішімдегі бір ғана сезім маза бермеді. Айсұлу тіреді. Бірақ ол өз еркімен жүрмеген сияқты. Ал мені ең қорқытқаны, мен ол жаққа барған кезде мені не күтіп тұрған мүлде білмейтінмін. 2 күннен кейін Дубайға ұшып келдім. Өмірімде алғаш рет шетелге шығуым еді. Бірақ қаланың зәулім ғимараттары да, жарқыраған көшелерде маған қызық болмады. Менің бар ойым Айсұлуды табу. Видеоны жіберген нөмірді жергілікті полицияға көрсеттім. Олар тек «Бұл виртуалды нөмір, иесін анықтау қиын» деді. Үмітім үзіле бастады. Бірақ қайтар жол жоқ еді. Видеодағы көшені қайта-қайта қарап отырып, оның қай жерде түсірілгенін анықтауға тырыстым. Бақытыма қарай видеода алыстан көрінген дүкенім атауы анық оқылатын. Сол жерге барып бірнеше сағат күттім. Бірінші күні ештеңе болмады. Екінші күнде нәтиже жоқ. Үшінші күні кешке орындықтан тұрып кетейін деп жатқанымда, көзіме таныс бейне түсті. Бұл Айсұлу еді. Ол дәл видеодағыдай асықпай келе жатты. Бірақ бұл жолы қасында ешкім жоқ. Мен орнынан атып тұрып, «Айсұлу!» деп айқайладым. Ол тоқтады. Маған қарады. Біздің көзіміз тиісті. Бір сәтке оның көзінен қуаныш көргендей болдым. Бірақ келесі секундта жүзі өзгеріп кетті. Ол басын шайқап, «Жоқ, жақындама» дегендей белгі берді. Сосын артына жалт қарады. Дәл сол сәтте қара түсті көлік қатты жылдамдықпен келіп тоқтады. 2 ірі денелі ер адам көліктен атып шықты. Олар Айсұлудың қолынан ұстап, күштеп көлікке қарай сүйрей бастады. «Қоя беріңдер!» деп бар даусымен айқайлап жүгіріп жеттім. Біреу мені кеудемнен қатты итеріп жіберді. Жерге құлап түстім. Көлік есігі тарс жабылып, қара джип зулап кете барды. Мен тек көліктің мемлекеттік нөмірінің соңғы 4 санын ғана көріп үлгердім. 4, 7, 2, 9. Сол сәтте түсіндім. Айсұлу жоғалып кеткен жоқ. Оны біреу ұстап отыр. Ал бұл оқиға мен ойлағаннан да қауіпті еді. Қара көлік көзден ғайып болғанша артынан жүгірдім. Бірақ үлгере алмадым. Тізем жараланып, демім жетпей жол жиегіне отыра кеттім. Қолым қалтырап тұр. Бір ғана ой маза бермеді. Айсұлу мені таныды. Егер ол өз еркімен кеткен болса, менен қашпас еді. Керісінше көмек сұрар еді. Ал оның көзіндегі қорқынышты ешқашан ұмытпаймын. Бірден полицияға барып, болған оқиғаның бәрін айттым. Көліктің соңғы 4 санында жаздырдым. Бірақ олар, «Мұндай нөмірі бар көлік бірнеше болуы мүмкін. Бұдан нақты адамды табу қиын» деді. Көңілім түсіп шықтым. Кешке қонақ үйге қайтып келе жатқанда, кенет біреу иығымнан ақырын ұстап қалды. Жалт бұрылдым. 60 жас шамасындағы қазақ кісі тұр екен. «Сен Нұрдәулетсің бе?» деді баяу ғана. Тамырқап қалдым. «Иә, бірақ сіз мені қайдан танисыз?» Ол жан-жағына қарап алды да, «Мұнда тұрма, менімен жүр, бізді бақылап тұр» деді. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Екеуміз жақын маңдағы шағын шайханаға кірдік. Сонда ғана әлгі кісі сөз бастады. «Менің атым Ермек. Мен Дубайда 15 жылдан бері тұрамын. Айсұлуды да білемін». Оның аузынан әйелімнің атын естігенде орнынан атып тұрдым. «Қайда ол? Не болды оған?» Ермек ауыр күрсінді. Ол бұл жерге қонақ үйге жұмыс істеуге келген. Бірақ келгеннен кейін құжаттарын тартып алған. Сосын басқа жерге мәжбүрлеп жұмысқа жіберген. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Қашуға бірнеше рет әрекет жасаған, әр жолы ұстап алған. Сол себепті ол саған хабарласа алмады. Ал маған келген «Мені іздеме» деген хабарлама ше? Ермек басын изеді. Оны Айсұлу өз еркімен жазған жоқ. Ол сөзін аяқтамай үстелдің үстіне ескі телефон қойды. Мұның ішінде сен естуге дайын емес бір аудио жазба бар. Мен телефонды баяу қолыма алдым. Экранды ашқан сәтте жүрегім зу ете қалды. Қолым дірілдеп аудио жазбаны қостым. Алғашында тек әлсіз шу естілді.
Бірнеше секундтан кейін. Нұрдәулет, егер осы жазбаны естіп тұрсам, мені кешір. Бұл Айсұлудың даусы еді. Көзіме еріксіз жас келді. Ол жылап сөйлеп тұр екен. Мен сендерді әдейі тастап кеткен жоқпын. Балаларды күнде ойлаймын. Бірақ мұнда бәрі бізге айтқандай емес болып шықты. Арт жағынан біреудің айқайлаған даусы естілді. Айсұлу асығып. Құжаттарымды тартып алды. Телефонымды алып қойды. Қашуға тырыстым, бірақ ұстап алды. Егер саған мені іздеме деген хабарлама барса, оған сенбе. Оны өзім жазған жоқпын. Жазба кенет тоқтап қалды. Мен үнсіз отырып қалдым. Ермек аға баяу ғана. Бұл жазбаны маған Айсұлу бірнеше ай бұрын жасырын беріп кеткен. Бір күні күйеуім келсе, соған беріңіз деген еді, деді. Мен басымды екі қолыммен ұстап қалдым. Онда неге бұған дейін бермедіңіз? Себебі сені таба алмадым. Қазақстаннан келгеніңді кеше ғана естідім. Бірнеше минут үнсіз отырдық. Сосын Ермек аға маған жақындап. Мен оның қазір қай жерде екенін шамамен білем. Бірақ ол жерге жалғыз баруға болмайды. Неге? Ол терезеден сыртқа қарап. Себебі олар өте қауіпті адамдар. Егер бірдеңеден күдіктенсе, Айсұлуды басқа елге бір күннің ішінде алып кетуі мүмкін. Сол сәтте Ермек ағаның телефоны шырылдады. Ол тұтқаны көтеріп, үнкемен тыңдап тұрды. Бірнеше секундтан кейін өңі бозарып кетті. Не болды? Деп сұрадым. Ол маған қарап бәсең дауыспен. Кеш қалдық. Неге? Айсұлуды бүгін түнде басқа елге кетпекші. Ермек ағаның соңғы сөзі құлағымда жаңғырып тұрды. Бүгін түнде алып кетеді. Қай елге? Деп орнынан атып тұрдым. Нақты білмеймін. Бірақ егер бүгін үлгермесек, кейін табу өте қиын болады. Бір минутта жоғалтқым келмеді. Ермек аға бірден жергілікті полицияға хабарласты. Мен Қазақстанның елшілігіне де қоңырау шалдым. Бар білгенімді айтып шықтым. Бақытыма қарай, олар өтінішімді бірден қабылдап, жергілікті құқық қорғау органдарымен байланысатынын айтты. Түнгі 11 шамасында біз қойма орналасқан өндірістік аймаққа келдік. Бұл жер қала шетіндегі ескі ғимараттардың арасында екен. Айнала жым-жырт. Бірнеше жүк көлігі ғана тұр. Полиция қызметкерлері бізге: "Ішке өздеріңіз кірмейсіздер. Біз белгі бергенше күтіңіздер", деді. Ән минут 1 сағаттай өтіп жатқандай болды. Кенет қойманың үлкен қақпасы ашылды. Іштен 3 адам шықты. Олардың артынан басына орамал таққан бірнеше әйелді алып келе жатты. Жүрегім атқақтап кетті. Солардың арасында Айсұлуды көрдім. Ол қатты арықтап кеткен, жүзі бозарып, көзінің асты көгерген. Бірақ бұл жолда мені байқап қалды. Көзіміз түйіскен сәтте оның жанарына үміт ұялады. Дәл сол мезетте полиция көліктерінің шамдары жарқ ете қалды. "Полиция! Ешкім қозғалмасын!" Айнала абыр-сабырға толды. Бірнеше адар қаша жөнелді. Кейбірі қарсылық көрсетуге тырысты. Бірнеше минутқа созылған операциядан кейін бәрі аяқталды. Мен бірден Айсұлуға қарай жүгірдім. Ол маған қарап тұрды. Көзінен жас тоқтамай ағып жатыр. Мен оны құшақтап алдым. Екеуміз де ештеңе айта алмадық. Тек үнсіз жыладық. Біраздан кейін ол сыбырлап: "Кешірші, мен сендерге ораламын деп күнде үміттендім." Мен оның қолын қысып: "Енді бәрі артта қалды. Балаларымыз күтіп отыр", дедім. Бірақ дәл сол сәтте полиция қызметкерлерінің бірі бізге жақындап: "Сіздерге Қазақстанға қайтуға асықпаңыздар. Айсұлу маңызды куәгер. Тергеу аяқталғанша мұнда қалуымыз қажет", деді. Біз бір-бірімізге үнсіз қарадық. Үйге қайтуға әлі ерте еді. Тергеу бірнеше айға созылды. Айсұлу сол уақыт ішінде барлық болған оқиғаны айтып берді. Ол Дубайға келген күні-ақ бәрі өзгерген екен. Уәде етілген қонақ үйдегі жұмыс болмаған. Құжаттарын алып қойған. Басқа жұмысқа мәжбүрлеген. Байланыс жасауына мүмкіндік бермеген. Телефонды тек бақылаумен ғана ұстататын болған. Ал маған келген "Мені іздеме" деген хабарламаны да басқа біреу жаздырғанын айтты. Бірнеше ай бойы Айсұлу тек бір нәрсені ойлап жүрген: балаларын, екеумізді. Бір күні елге аман жетсем болды деп күн сайын дұға еткенін айтты. Тергеу аяқталған соң Қазақстанға қайтуға рұқсат берілді. Ұшақ Алматы әуежайына қонғанда Айсұлу терезеден ұзақ қарап отырды. "Үйге келдік", деді көзіне жас алып. "Балаларымыз бізді күтіп тұр екен." Қызымыз анасын көрген бойда жүгіріп барып құшақтады. "Анашым, сен енді ешқайда кетпейсің ғой." Айсұлу қызымызды бауырына қысып: "Ешқайда кетпеймін жаным", деді. Ұлымыз да келіп құшақтады. Төртеуміз ұзақ уақыт үнсіз тұрдық.
Үйге келгеннен кейін біраз уақыт ешқайсымыз өткенде еске алғымыз келмеді. Айсұлу психологтың көмегіне жүгінді. Уақыт өте келе, көңіл күйі біртіндеп қалпына келе бастады. Мен де бір нәрсені түсіндім. Ақша ешқашан отбасының амандығынан қымбат емес екен. Қарыз өтелер, үйде алынады, бірақ жақын адамынан айырылудың азабы ештеңемен өлшенбейді. Содан бері біз қандай қиындық болса да, біртіретінт уәде бердік. Өйткені отбасы бір-бірінен алыстамай, бір-біріне сүйеніп өмір сүру екенін кеш түсіндік. Оқиға осымен аяқталды. Егер әңгіме ұнаса, арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал пікірге қай қаладан және дәл қазір сағат нешеде қарап отырғандарыңызды жаза кетіңіздер. Барлық пікірлеріңізді оқып, жауап беруге тырысамын. Келесі әсерлі оқиғада қайта кездескенше.